Өзіңді бағалау мен кешіру. Кешіру мықтылардың ісі. Әлсіздер кешірімді бола алмас. Махатма Ганди. Өзін бағалау мен кешірімді болудың арасында тығыз байланыс бар. Сен өзіңді бағалаған сайын адамдарды мейлінше кешіріп, оларға кеңпейілділік танытасың. Эгодан, яғни өзімшіл болудан аулақ тұрасың. Әрине, өзімшіл болмаған дұрыс. Адам өзін өзі қаншалықты төмен бағалаған сайын кешіру, кеңшілік қылу оған соншалықты ауыр тиеді. Алайда ол бұл ізгі жол арқылы, кешіру ұғымын, пайымын берік ұстану арқылы өзін өте жоғары бағалап, кемелдене түседі. Адамдармен жиі араласқан сайын, оларды жақсы тани бастайсың. Адам баласының жаны, болмысы туралы оқыған сайын, олардың түрлі, ала-құла екенін түсіне бастайсың. Адам өзін өзі бағалау тұрғысынан үш түрге бөлінеді. Бірінші түрі, өзін шектен тыс бағалайтын адам. Екінші түрі, өзін тиісінше бағаламайтын адам. Үшінші түрі, өзіне дұрыс баға бере алатын адам. Өзін шектен тыс бағалайтын адам. Кешір деп кешіре алмай тұрған кезде айтады. Өзін шектен тыс бағалайтын адам бойында эгосы, яғни менмендігі шектен тыс көрініс табады деген сөз. Көп жағдайда мұндай адам қоғамда мансапқа, беделге ие. Өзгелерден мақтау естуге әдеттенген. Бала кезіндегі тәлім тәрбиесінде шектен тыс еркелету мінезін бұзған. Бірақ әрбір мансапты, беделді адам өзінің бағасын асырып жібереді деп айтуға келмей. Өмірде адамның дандайсынуына, өзін итермелейтін асыра бағалауына себептер болуы мүмкін. Дегенмен мұның өзі жағымсыз қылық. Ал ең жағымсызы себепсіз туған астамшылық. Ислам діні мұндайға үзілді-кесілді тыйым салған. Имам Муслимнің Сахих жинағындағы Әбу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз, Аллах қиямет күні үш пендемен сөйлеспейді, оларды тазартпайды және оларға қарамайды. Сондай-ақ оларға ауыр азап бар деп сол үшеуінің арасында тәкаппар кедейді атаған. Дандайсынуына себеп жоқ бола тұра өзін өзгеден жоғары санаған адамды меңзеген. Пақырдың қолында түгі болмаса да тәкаппарланып өзін асыра бағалауына итермелейтін нендей себеп болмақ. Өзін шектен тыс бағалайтын адам төмендегі сипаттармен танылады, сын пікірді немесе насихатты қабылдамайды. Әрдайым өзінікін дұрыс деп санайды. Іс-әрекетінде асыра сілтеушілік байқалады, әсіресе түймедейді түйедей етіп көрсетуге шебер. Өзгелерге үстемсініп, дандайсып қарайды. Оның үнемі, олар мені тиятындай кім еді? Сендер маған насихат айтатындай кімсіңдер? Сен маған үйрету үшін келдің бе? Деп жатқанын естисің. Бойындағы тәкаппарлық пен масаттану шегінен шығып, барлығынан өзіне ерекше мәміле, қарым-қатынас жасауын талап етеді. Адамдар оған үнемі лайықты құрмет көрсетпейді деп санайды. Өзін маңызды тұлға сезінеді. Ал қалғандары оны бақылап, сол сияқты болғылары келеді деп есептейді. Серіктері қызғанышпен қарайды деп ойлайды. Кешіруді, кеңшілікті танытудың жолын білмейді. Керісінше, қатыгездік пен іштарлықтың былығына батып күн кешеді. Әрдайым қате кемшіліктерін кешірілетін болмашы іс санайды. Ал өзгелердің қате кемшіліктерін болса, кешірілуі мүмкін емес ауыр іс көреді. Еңсесін даңғойлана көтереді. Құдды ісініп тұрғандай болады. Басын менменсіп жоғары ұстайды. Өзімшілдікті, менмендікті білдіретін сөздерді жиі қолданады. Өзі жайлы, басынан кешірген оқиғаларын жиі айтады. Сондай-ақ өзі ғана сөйлегенді жақсы көреді. Еңсесін даңғойлана көтереді. Құдды ісініп тұрғандай болады. Басын менменсіп жоғары ұстайды. Өзімшілдікті, менмендікті білдіретін сөздерді жиі қолданады. Өзі жайлы, басынан кешірген оқиғаларын жиі айтады. Сондай-ақ өзі ғана сөйлегенді жақсы көреді. Өзін бағаламайтын адам кешіру ашудан, жек көруден, және рухани тұрғыда шаршаудан сақтайды. Өзін бағаламайтын адам шектен тыс сүмірейген адам деп аталады. Себебі мұндай адам өзін өте төменгі дәрежеге дейін түсіре алады. Егер мәселе бұдан ары қаралса, шүбәсіз, оның өзіндік бағасы, сыйы жоқ десе де болады. Болмысы жоқ затпен тең. Ондай адам өзінің ой пікірін ашық айта алмайды. Қоғаммен біте қайнаса алмай, тұйықтала береді. Өзінің ішкі жалынын, көркін, өзіне деген сенімін жоғалтқан жан. Ол әрдайым күмәнмен күн кешеді. Әрбір нәрсеге күмәнмен қарайды. Өзінің мүмкіндігіне, қабілетіне шек келтіреді. Адамдардың біреуі оған көркем мәміле, қарым-қатынас жасаса, күмәндана бастайды.
тіпті тағдырында бұйырған жақсылықтарға күмәнмен қарайды. Кибербуллингке ұшыраған адамның болуы қоғамды тоқырауға әкеп тірейді. Бала өзінің жақындары тарапынан орынсыз сынға алынса, немесе күлкіге ұшыраса, өзге балалармен орынсыз салыстырылатын болса, түбінде тоқырауға ұшырайды. Бала тәрбиесіндегі мұндай әдіс-тәсілдер пайда бермейді, керісінше, психикасына қатты зақым келтіреді. Өзін бағаламайтын адам, бәлкім, өсіп жетілетін шағында тұлғалық дамуына зақым келтіретін, нашар қарым-қатынасты немесе жиі жәбір көрген болуы мүмкін. Айналасында қолдау көрсетер ешкімді таппауы немесе өзін құтқаруға жеткілікті пайым парасаты болмауы, дұрыс қарым-қатынастың түзілмеуі де әсер етуі мүмкін. Адамдардың басым көпшілігі көп жағдайда өзін асыра бағалап жіберіп немесе бағалай алмай жатады. Өзін бір қалыпты ұстап, шектен шықпай бағалай білетін адам кемде кем. Өзін төмен санайтын адам мынадай анық сипаттармен танылады: өзгелерге өзін басынуға, уақытын алуға, мал-мүлкін қолды қылуға жол береді. Көп жағдайда мұндай әрекеттерге қарсылық білдірмейді. Жоқ деп айтуға қиналады. Мақтауды мүлдем қабылдамайды. Егер оған киім-кешегінің әдемі екенін айтсаң, саған киімінің қарапайым екенін айтады. Егер оған бір істе тапқырлық танытқанын айтсаң, саған бір түрлі қарап, сөзіңді жоққа шығарады. Сені түзеп, сосын іс-әрекетінде қате кемшілік жіберген жерлерін түсіндіре бастайды. Кішіпейіл болуды алға тартып, сөзінде өзін орынсыз кішірейте береді. Өзі туралы, ақымақпын, тез үйрене алмаймын деп айтады. Егер онымен тартыссаң, кішіпейілділік және адамның өз қадірін білу жайлы айтылған сөздердің бәрін жаттап алады. Алайда ол өзін түсіреді. Өз қадірін білмейді және өзін бағаламайды. Өзіне сенімсіз екені анық білініп тұрады. Сенімсіздігі сөзінен, дауыс ырғағынан, отырысынан, жүрісінен көрінеді. Көп жағдайда тұйық жүреді. Үнемі өзінен жоғары тұрған адамдарға қарайды. Олармен өзін салыстырып, солар сияқты болуға немесе оларды басып озуға жасқанады. Өзінің өсетініне, озатынына сенбейді. Өзінің жетістіктеріне қуануы қиын. Қандай іс бітірсе де барлығын қалыпты жағдай деп санайды. Бойынан ешбір айбын мен алғырлық көрінбейді. Өзі туралы армандаудан, өзіне үміт артудан қорқады. Әрдайым қарапайым санаттағы адамдар қатарында күн кеше беруді қалайды. Өзін бағалайтын адам, орынды сөйлейтін адам кешірім сұрауға мәжбүр болмайды. Фатих Сұлтан Мехмед. Өзін бағалайтын адам астамсынға немесе төмендетілген адам сияқты емес. Ол, әр нәрсенің ыңғайын тапқан тұлға. Шектен шықпайды. Мұндай тұлға өзінің бағасын, қадірін біледі. Ол өзінің дәрежесін асыра көтеріп немесе өзін төмен түсіріп, ауытқымайды. Мутаффифин сүресінің 1-3 аяттарында өлшеу тартуда кемітушілерге өкініш болсын. Солар қашан адамдардан өлшетіп алса, толық өлшеп алатындар. Ал егер өздері өлшеп немесе тартып беретін болса, кемітеді делінген. Негізінде, өлшеу тарту тек таразыға, сауда-саттыққа ғана қатысты емес. Керісінше, өзіңді және өзгелерді бағалауға да қатысты. Өзін дұрыс бағалайтын адамдар өздеріне де, өзгелерге де бір өлшеммен, яғни әділдік пен ынсаптылық өлшемімен қарайды. Өз хақысын толық алып, адамдардың хақысын кемітпейді. Өзіне дұрыс баға бере алатын адамның мысалы Юсуф пайғамбардың оқиғасынан анық көрінеді. Юсуф сүресінің 55 аятында мені осы жердің, елдің қазыналарына жауапты етіп қой. Расында мен бұл іске өте жауаптымын, ол істің білгірімін делінген. Юсуф пайғамбар өзінің сипаттарын, қабілеттерін толық сеніммен анық айтып тұр. Мұндай сипатты ашық айту, тәкаппарлық емес, әрі қабілеттерін жасырып тұрған жоқ. Керісінше, бұл лауазымға өзінің лайық тұлға екенін білгендіктен сипаттары мен қабілеттерін ашық айтқан. Мұның нәтижесі келесі аяттарда анық көрінеді. Аталмыш сүренің 92 аятында бүгін сендер жазғырылмайсыңдар. Алла сендерді кешірсін. Ол мейірімділердің ең мейірімдісі делінген. Яғни сендер бүгін сөгіске тартылмайсыңдар, айыпталмайсыңдар деген мағынада айтылған. Юсуф сүресінің 55 аятында мені осы жердің, елдің қазыналарына жауапты етіп қой. Расында мен бұл іске өте жауаптымын, ол істің білгірімін делінген. Юсуф пайғамбар өзінің сипаттарын, қабілеттерін толық сеніммен анық айтып тұр. Мұндай сипатты ашық айту, тәкаппарлық емес, әрі қабілеттерін жасырып тұрған жоқ.
Керісінше, бұл лауазымға өзінің лайық тұлға екенін білгендіктен сипаттары мен қабілеттерін ашық айтқан. Мұның нәтижесі келесі аяттарда анық көрінеді. Аталмыш сүренің 92-ші аятында бүгін сендер жазғырылмайсыңдар. Алла сендерді кешірсін. Ол мейірімділердің ең мейірімдісі делінген. Яғни сендер бүгін сөгіске тартылмайсыңдар, айыпталмайсыңдар деген мағынада айтылған. Юсуф пайғамбар бауырларының қате кемшіліктерін солай жаба салды. Мұндай кеңшілік өзін дұрыс бағалай білетін адамнан ғана көрінеді. Өзін дұрыс бағалай білетін адам жетілген, есейген тұлға. Ондай тұлға балаға тән есерлік, әуейлікке бой алдырып, асығыстық танытпайды. Шектен тыс салмақты көрініп паңданбайды. Расында адам балалық шағында айтқанның, үйреткеннің бәрін қабылдайды. Ал орта жаста өзгелердің айтқаны мен үйреткенінің бәрін қабылдай алмай қалады. Тіпті мәселе оның игілігіне тікелей қатысты болса да, ол мәселеге деген көзқарасын, қарым-қатынасын оңайлықпен өзгерте қоймайды. Алайда өзін дұрыс бағалаған адам жас жігіттей жаңарып, жаңғырып тұрады. Естігенін түсініп, әр нәрсенің мәніне терең бойлай алады. Түрлі жағдайларда бойыңнан көрінген төмендегі тұлғаларға талдау жаса, өзін асыра бағалайтын тұлға, өзін бағаламайтын тұлға, өзін дұрыс бағалайтын тұлға. Осыдан кейін бойыңда ынсапты тұлғаның сипаттары басым болуы керек деген шешім қабылда. Бұл жол сенен көп уақытты, қажырлы еңбекті талап ететінін білгін. Дегенмен бұл сенің өмірлік жолыңа айналуға әбден лайық іс. Түрлі жағдайларда бойыңнан көрінген төмендегі тұлғаларға талдау жаса, өзін асыра бағалайтын тұлға, өзін бағаламайтын тұлға, өзін дұрыс бағалайтын тұлға. Осыдан кейін бойыңда ынсапты тұлғаның сипаттары басым болуы керек деген шешім қабылда. Бұл жол сенен көп уақытты, қажырлы еңбекті талап ететінін білгін. Дегенмен бұл сенің өмірлік жолыңа айналуға әбден лайық іс. Түрлі жағдайларда бойыңнан көрінген төмендегі тұлғаларға талдау жаса, өзін асыра бағалайтын тұлға, өзін бағаламайтын тұлға, өзін дұрыс бағалайтын тұлға. Осыдан кейін бойыңда ынсапты тұлғаның сипаттары басым болуы керек деген шешім қабылда.
Бұл жол сенен көп уақытты, қажырлы еңбекті талап ететінін білгін. Дегенмен бұл сенің өмірлік жолыңа айналуға әбден лайық іс. Түрлі жағдайларда бойыңнан көрінген төмендегі тұлғаларға талдау жаса: өзін асыра бағалайтын тұлға, өзін бағаламайтын тұлға, өзін дұрыс бағалайтын тұлға. Осыдан кейін бойыңда ынсапты тұлғаның сипаттары басым болуы керек деген шешім қабылда. Бұл жол сенен көп уақытты, қажырлы еңбекті талап ететінін білгін. Дегенмен бұл сенің өмірлік жолыңа айналуға әбден лайық іс.